Апай, вот сіз осы витаминдарды ішіп жүрсіз, иә? Сонда енді қандай көмек болды? Сіз осы витамин үшін жазылдыңыз ғой осында Oriflame-ға. Иә, міне 3-ші каталог мына осы витаминдерді өзім үшін жазылған. Витамин жасарайық деп кремдерін алғанбыз. Крем пудраларын, кірпік көтеретін бәрін алып, кішкене 1-2 ай болып қалды. Жасарып келе жатқан сияқтымыз өзіміз. Иә, мына витаминдарына келетін болсақ, мына Wellness-Pack, мына коктейль бар. Мына қара Астаксантин. Иә, астаксантин сонысы бар. Міне соны ішіп жатырмыз. Таңертең тұрғанда завтрагым деген осы мына коктейль. Енді әнеугіні былтыр еще ауырған болатын, больницадан шыққам. Биыл міне Коронавируспен, иә? Коронавируспен бір 10 күндей жатып, нормально жазылып шыққам. Міне биыл тағы да бір қайындарым балалар үйленіп, тойға барып, содан тағы ауырып келдім ана кезде. Содан енді мына Гүлмираға рахмет, қыздардан деген мына Wellness-Packпен мына жаңа қара дәріні беріп жіберіпті. Содан 3 күндей ыстығым көтеріліп жатып қалдым. Алғашында 38-де 5 болды, кішкене қорқақтап өзім сөйттім. Содан осы двойной қып ішіңіз дегеннен кейін осыны ішкем, өзім ойлаймын, осы витаминдардан шығар деймін. Өткен 3 күн жатып, 3 күн ыстығым көтеріліп, 3 күн жай слабость болып, содан бір жұмадан кейін өзім тұрып кеттім. Қазір ойлаймын, осы витаминдарға көмектескен маған деп. Өйткені после витаминнан кейін мен міне қазір өзімді хорошо чувствую. Енді вот қараңыз, Апай, сіз вот коронавирус болып ауырдыңыз, иә? Осы сіз маған айтқанда, сіз айттыңыз, осыдан басқа мен түк ішкен жоқпын деп, иә, өзіңіз. Өйткені мен өзім көптен естимін адамдардан, иммунитетті қалай көтеретінін білем. Сіз айттыңыз, только аспирин және осы біздің витаминдарды ғана ішіп отырдым деп. Соның арқасында тұрып кеттім деп отырсыз, иә? Енді өзіңіздің самочувствиеңіз қалай? Сіз өзіңіз нешедесіз? Қазір мен 56-дамын. 66-дамын. Өзімді жасартып жүрмін ғой неге. Ту. 66-ға толамын. Жақсымын, білмеймін енді, жас қыздардың қасында жүргендіктің өзі